Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен керемет тағам дайындағалы тұрмын. Өте бюджетті тағам. Көп ақшаңыз да кетпейді, көп азық-түлік те кетпейді. Өте керемет тағам болып тұр. Бұл сиырдың төменгі аяғының төменгі жағынан жасалатын тағам. Қазір сіздермен біз осыны жасап көрейік. Бұл әдемі керемет тағамды жасау үшін бізге керекті ең бастысы ет. Мынау сиырдың аяқ жағы болғанда, мына жағында аяғы тұрады, сиыр ағына қарай. Соның мына жағы үлкендеу жағын, мына кішілеу жағын дірілдекке алдық та, холодецке мына үлкен жағын қолданып қойдық. Енді мынандай бөліктерге бөлінеді, көріңіз. Енді бұның көбін ала бермейміз, біз отбасымыз кішілеу, сондықтан мынандай кішілеу, екеуін ғана аламыз. Бұның сосын бір сәбізбен, бір пияз керек. Енді бұны кішкентай бұрышпен тұзды араластырып, әдемілеп тұздап қоямыз дағы. Бір жарты сағатқа қоюымыз керек. Жарты сағатта ол әдемілеп тұзы сіңіп, әдемі болып тұрады. Сояқ ортада сіздер сәбізі мен пиязын, басқасын турай берсеңіз де болады. Міне көріңіздер, қандай керемет. Бұл керемет тағам болады. Мына етті мен 1000 теңгеге алдым. Сонда мынау екеуі 750 теңге ғана. Қараңыз. Көп қаржы да кетпейді. Мына жарты сағат енді тұру керек. Енді жарты сағат тұрды. Енді бұны оңға екі жағынан малып аламыз. Енді қазір табаға барады. Міне, енді қазанға да келдік. Екі жағын әдемілеп қызартып, кішкентай майға қуырып аламыз. Болды. Әдемілеп қуырып алыңыз. Сосын қызарып қуырып аласын алыңыз. Ол екі ортада сәбізі мен пиязын қуырып алыңыз. Үлкендеу табаға тұздық болады. Ол қазір оның үстіне су қоямыз. Міне дәмдеуіштерін суын қойдық та, оның үстіне тұзын, бұрышын, дәмдеуіштерін салыңыз. Енді оны әдемілеп араластырып алыңыз. Дәмін көріңіз. Енді осыған жаңа қуырылған етіміз саламыз, еттерді міне. Қараңыз. Енді бұл қайнап шыққасын, жай отта 1 сағат қайнайды. Міне 1,5 сағат қайнады. 1 сағат қайнатсаңыз да болады. Тістеріңіз жақсы болса, мен тісім онша жақсы болмағандықтан мен 1,5 сағат қайнаттым. Қазір дастарханға барады. Міне кесіп жатырмыз. Керемет тағам дастарханға келді. Қараңыз, сондай жұмсақ болған. Мен 1,5 сағат қайнаттым. Сіздер 1 сағат қайнатсаңыздар да болады. Оған мен мына жайманы салдым. Сонда кішілеу отбасына керемет ет асу тағамы болды. 5 бармақ деп айтпаймыз деп айтып жатыр. 5 бармақ десеңіздер де, ет асу десеңіздер де керемет тағам болды. Көріңіздер, мына етті мен мына екі санның екі бөлігі 750 теңгеге түсті. Бәрін қосқанда сонда 800 теңгелік тағам болды. Сондай бюджетті тағам, керемет тағам. Бұл жерге картоп қоссаңыздар да болады. Сосын бұны духовкаға салсаңыз да болады. Мен кәдімгі отта пісірдім. Енді осы менің әдісімде көріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий жазыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз маған өте маңызды. Сіздер оны білесіздер. Астарыңыз дәмді болсын.